Интернеттегі жасанды интеллект. Бұл презентация интернеттегі жасанды интеллект негіздері мен қолданылуын ашады. Біз оның даму тарихы мен болашақ перспективаларын қарастырамыз. Жасанды интеллект дегеніміз не? Жасанды интеллект анықтамасы машиналарда адамның интеллектін имитациясы. Негізген принциптер: машиналық оқыту, терең оқыту, табиғи тілді өңдеу. Даму тарихы 1950 жылдардан бастап зерттелуде. Соңғы 10 жылда қарқынды өсті. Интернеттегі жасанды интеллекттің қолданылуы: іздеу жүйелері, алгоритмдерді жетілдіру, нәтижелерді дәлдеу, электрондық коммерция, ұсыныстар жүйесі, клиенттерге қызмет көрсету, әлеуметтік желілер, контент модернизациясы, жарнамалар таргеттеу. Интернеттегі жасанды интеллект артықшылықтары: біріншісі, автоматтандыру, тиімділігі арттыру және процестерді жеңілдету. Екіншісі, бұл деректерді талдау, үлкен көлемде ақпараттық жоғарғы дәлдікпен өңдейді. Ал үшіншісі, бұл жекелендірілген тәжірибелер, пайдаланушыларға арнайы құрастырылған қызметтер болып саналады. Ал ол соңғысы, бұл қателіктерді азайту, бұл дегеніміз процестерде сенімділігі мен сапасын жақсарту. Келесі қарастыратынымыз, бұл бізде интернеттегі жасанды интеллекттің кемшіліктері. Бұл қарайтын болсақ, бұл жерде жеке деректерді құпияларды мәселелері, кейбір дүниелерді біз жасанды интеллект арқылы қауіпсіздендіре аламыз. Читерлерден немесе осы хакерлерден қорғай аламыз деген. Ал екіншісі, бұл алгоритмдік алалау және әділетсіздік. Келесі, жұмыс орындарын жоғалту қаупі. Егерде осы болашақта бұл қарқынды дамитын болса, ол адамдардың рөлін басуы мүмкін. Қысқаша айтқанда, жасанды интеллект, роботтар дамып, осы мамандықтарды ол роботтар істеуі мүмкін деген. Ал соңғысы, бұл техникаларға тәуелділігі. Келесі қарастыратынымыз жасанды интеллекттің және іздеу жүйелері. Бір Google, Rankin, Brain мен Bird. Іздеу нәтижелерін сапалы жақсарту маңызды рөл атқарады. Келесі екіншісі, дыбыстық іздеу. Жасанды интеллекттің көмегімен нақты және жылдам жауап береді. Ал үшінші соңғысы, алгоритмдерді жетілдіру. Нәтижелері мазмұны мен және дәл болуын қамтамасыз етуі. Жасанды интеллекттің электрондық коммерциясы, ол ұсыныстар жүйесі, тұтынушыларға арнайы өнімдер ұсынып, сатылымдарды арттырады. Экранда көріп тұрғандарыңыздай, тұтынушыларға арналған өнімдер. Ал келесі чат-боттар, тұтынушыларға кез келген уақытта қолдау көрсету. Бұл бізде уақытты алмай, тез арада уақытты үнемдеу үшін пайдалы. Тәжірибелерді жақсарту, қызмет көрсету жылдамдығы мен сапасын арттыру. Жасанды интеллекті және әлеуметтік желілер. Файл жаңалықтармен күрес, қате ақпарат таралуын бақылаусыз еді. Жарнамалық науқандар мақсатты аудиторияға тиімді жеткізіледі. Пайдаланушылардың мінезі, қылықтарын талдап, платформаны жетілдіреді. Болашақта жасанды интеллект тенденциялары, даму перспективалары және жасанды интеллекті жаңа функционалдық деңгейге көтеріледі. Жаңа технологиялар, когнитивтік жүйелер мен робототехника кеңінен дамиды. Этникалық мәселелер, құқықтық және моральдық нормативтік реттілігін болдыртады. Қорытындылай келе, жасанды интеллекттің рөлі маңызды болып саналады. Ол айтқанымызда өмірімізді жеңілдетіп, технологияларды ары қарай жетілдіреді. Дамудың негізгі бағыттары: бұл біріншісі іздеу, коммерция және әлеуметтік салада кең қолданыс. Ал соңғысы қауіпсіздік пайдалану. Жеке деректер мен этникалық мәселелерді назар аударту қажет. Осымен біздің бірінші сабағымыз аяқталды.